1992 жылдан бері біздің күн жүйесінен тыс 4000-нан астам экзопланета ашылды. Сәулелік жылдамдық бойынша Доплер әдісімен табылған планеталар видеода қызғылт түспен берілген. Планетаның тарту күші әсерінен жұлдыз бізден бір алыстап, бір жақындайды да спектрі де сәйкес ығысады. Алдынан планета өткенде жұлдыз жарығының сәл азаюы, яғни транзит әдісімен ашылғандар күлгін, ал тікелей бақыланған экзопланеталар тоқсары түспен белгіленген. Микролинзалау алыс жұлдыздың жарығын гравитациялық ұлғайту көрсеткен планеталар жасыл түсті. Транзит уақытының вариациясы арқылы ашылғандар қызыл, жарықтық модуляциясы бойынша табылғандар сары, ал астрометрия жұлдыздың аспандағы орнын дәл өлшеу анықтаған экзопланета сұр түспен көрсетілген. 1995 жылы күнге ұқсас жұлдызды айналатын алғашқы экзопланетаны ашқан үшін Мишель Майор мен Дидье Кело 2019 жылғы физика саласындағы Нобель сыйлығын иеленді.